тағы бірдеңе айтатын бедіңіздер. Сіздің бірдеңе бар ма еді? Менің айтайын дегенім, жаңағы ана сотталушылардың біреуі оқу орнында оқытушылық қызметпен айналысады ғой. Соған жекеше қаулы шығаруды, сосын барып мына сотталушылардың кейбіреулері жаңағы пробацияда болған. Сол пробацияда егер дұрыс жұмыс істеген кезде бұлар түнде шықпайтын еді, бұл оқиға орын алмайтын еді. Сол пробацияны жаңа жекеше қаулы шығаруды, содан кейін жаңағы тергеуге, өйткені көрдіңіздер, тергеуде жаңағы кейбір дисктер жоғалып кетті. Сол тергеу органына жеңеше қаулы шығаруды сұрағым келді. Алайда сөйлей алмадық, сондықтан енді менен әлеуметтік желіде бәрі сұрады. Бағдат Амандосұлы, Нұрболат Ибраев, сіздер сотқа барыңыздаршы, неге сіздер шектетілесіздер? Жоқ, ол мүмкін емес деп. Мен бардым, алдарыңызда тұрмын. Бірақ Шекеев мырза өздеріңіз көргендей мені ресми түрде шектетті. Бұл соңғы сөз. Онда тұрған не бар? Мүмкіндік беруге болады ғой. Бірақ жоқ деп жаңағыдай айтып, позор боласын, бүйтесің, сөйтесің деп. Ол әрине дұрыс емес. Мақсат не болды, Шекеев мырза? Мақсат біздің ойымыз. Айтсаңызшы, ақиқат айтсаңызшы, нақыр бастарыңыз. Маған не себеп сізді бекерден бекер шығарып жібермейді ғой? Бір белгілі бір мақсат болады адам. Иә, мақсат Мейірман мырза, біз сұрақтар қояйын десек сотталушыларға, бізді шеттейді. Сен 2 сұрақ қой, сен 3 сұрақ қой деп. Біз қаншама сұрақтар дайындап келеміз, соны маған бер дейді. Талдаймыз дейді. Бірақ ешқандай талдау жүрмейді. Яғни менің сұрақтарымды алады. Сосын сәл өзгертеді де қояды. Біз үндемейміз. Сосын барып Нұрболат мырза, алдыма шықпаңдар, жаңағы айтады. Қолымыз байланып отырды, шыны керек. Бірақ мен өткендегі сот процесіне қатыспаған себебім, мен Мейірманнан сұрандым. Негізі сұрандым. Бағдат мырза, енді сіз бұл жердегі Мейірман мырза мен сіздердің жеке ара қатынастарыңыздың бұзылуы ма, жоқ әлде осыған қарап марқұм Шерзаттың, жәбірленуші тараптың құқығы дұрыс қабылдамады деп айтуға болады ма? Иә, түсіндім. Жәбірленуші тарап, яғни Қаржаубай тарап мені танымайды. Маған олар сенімхат берген жоқ. Маған берді Шекеев мырза. Мейірман мырза берді маған сенімхатты мына сотқа қатысуға. Түсіндіңіз ғой? Яғни жәбірленуші тарап маған ешқандай претензиясы осы күнге дейін қойған жоқ. Түсіндіңіздер ме? Менің бар жазығым әлеуметтік желіде жаңа ғана 2 куә бар ғой, қыз Эльмира мен Дана. Солар қылмысты хабарламаған үшін жауапкершілікке тарту өте қиын дедім. Бірақ олардың сотта айғақ бергені, тиісті видеоларменен теріске шығарылғаны, ол көрінеу жалған берген бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартуға толық негіз бар. Түсіндіңіздер ме? Разницасын түсініп тұрсыздар ғой. Сондықтан енді не істеймін? Қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сұрақтарыңыз болса. Сылтаумен шығарып жіберді деп айтып тұрсыз ба? Мені ренжіспен шығарып жіберген сияқты да ол. Түсініңіз бе? Қызғаныш, ренжіспен шығарып жіберген сияқты. Бір айтып жүрейін, жаңа ғана қосып жүрейін да, жалпы мені де көп оқырмандарым неге шығып кеттіңіз, басын бастадыңыз, аяғын аяқтамадыңыз деп. Мен айтқым келгенде, бұл біз емес шығып кеткен. Бізді шығуға мәжбүрледі. Міне сот процесінде онлайн шығады ғой. Бізді шығарып, өз өтініш қатып, біздің сенім хатты бұзып, бізді шығарып жіберді міне. Біз өзімізден шыққан жоқпыз. Кейбір оқырмандарымыз дұрыс түсінбейді. Мен аяғына бұндай істерден, осындай громко істерді мен істедім. Жаркентте істедім, басқа да істерім бар. Сондықтан бұл бірінші рет ісіміз емес. Енді біздің инициатива емес бұл. Бұл Мейірман мырзаның инициативасы болды. Үндеме дейді.